Ассалаумағалейкум, менің құрметті көрермендерім. Бүгін кезекті видео түсірмек. Кәдімгідей біраз уақыт болып кетті. Бір айдан астам уақыт болды. Мына басында мына күртауым не естіген кезде тиктокқа салдым, ютубқа салдым ма білмеймін. Енді 12 жұмыртқа салдым, 12-сінде шығарды. Қазір 7-еуі бар. Құдайға шүкір. 5 адлер, 5 кучин, 2 простой болған. 1 простой жүр қара, одан кейін 4 адлер жүр, 2 кучин жүр. Мына жерде күріш бергенбіз, пісірген. Соған тойып өсіп тұр. Әне, мынандай бір қораз келген болатын, бұны ютубқа салдым ғой деймін. Кучинский ма енді, айтып жүріңіздер бұны. Так, жер жылынып, күн жылынып. Мына тауығым күрк болды. Енді өкінішке орай, мына жерде отырған мынау тауығым күрк басқан. 7 жұмыртқа бастырдым, 7 жұмыртқасында әрең басып жатып шығарды ол. Жетеуінде шығарып, жүріп, біреуі жоғалды, одан кейін біреуі жоғалып, бесеуімен жүрді. Одан кейін кеше мына қораның ішіне жатқан, үлкен қораның мынаны кіргізбей тұрмын. Сол жаққа кіретін, сол жаққа кіруін күтіп тұр. Кірейса, бір 2 кірса келген ба сондай, ана 5 балапанды қырып кетіпті, тартып. Байқасаңыздар, мына жерде отқан күчен қораз адлермен төбелесіп қапты, екеуі төбелесіп, адлер қораздан аяққа кіргізіп жібердім. Так, тауықтар тұрып тұр. Мына тауығым одан кейін соқыр болып қалды. Бер жағында көз көрмейді, ар жағындағысы көреді. Соны қазір қант бүркіп, аузына бидай салып су құйдым. Айтып өзі бұлайға түкіріп жем теріп жей алмайды. Сонымен мына көсеске тауық осындай болып тұр. Тауықтардың кішкене біртүрлі болып жүр. Көктем кезде өзі осындай бола ма? Бір-екі тауығымның, қораздардың, мына адлердікі, мына көшендікі қызыл, одан кейін мына жерде отырған адлердің айдары қызыл, қалған арғандай күлгіндеу болып. Мына көшендікін қарасаңыздар, уже түсі кетіп бара жатыр. Қызыл түстен сұр түске ауысып па, соны неғып екенін айтып жіберсеңіздер. Так, одан кейін мына жерде тұрған мына жерге қойдық. Сосын мына есікті алып сетке қойдық. Бұның ішінен тауықтар тұрады. Жаздың күні енді картішке екеміз бұйырса. Картішке еккеннен кейін тауықтар осы жақта тұрады. Ана есікті ашам, бері шығады. Мына жаққа тестерін бәрін бітедім. Мына жерін ат теуіп жерген ба, ашық тұр екен. Осы жерін өтіп кетуі мүмкін. Тауықтар мына жаққа кіріп вообще шыға алмайды. Ұшса да, нетсе де. Арасында ұшса шығатын шығар. Бұлай көп шықпайды. Алдында бүрін қамақ көрдім. Вообще бір тауық қана шығып кетті. Ол осы жерден шықты ау деймін. Или ұшып шықты ма екен. Так, мына қойлар осының ішіне кіріп алып жатыр. Тауықтардың ауасы сол үшін қосаққа шығарған. Жіпке оралып қалған жоқ. Так. Міне осы міне өсіп. Сеткі міне. Вообще тауық шықпайды. Сыртына шыққан тауық кіре алмайды. Кірген тауық шықпайды ғой, қысқасы айтқанда. Так. Мына жақтағы жаңалықтар осы. Ал енді жұмыртқа сатып жатырмын, бірақ бағасы 80 теңгеге түсті 100-ден. Так, мына жақта да адлер қораз тұр, міне төбелесіп. Күчинмен төбелесіп. Кәдімгідей біраз төбелесіп болған, соны кезін төбелесіп жатыр екен. Ажыратып жібердім екеуін. В общем, ана күрік тауық мына жерге жатып жүретін. Осы жерде балапандарын тартып кеткен. Осыны ана үйде жүретін қоңыр балапан бар еді, үйге кіргізіп неткен. Сол балапанды далада жүретін болатын. Оны сүйреп мына жерге алып кетті. Бұл кәдімгі үлкен балапан болды, 2 айлық па. Кірейса. 2 кірейса келген болу керек. Мен ертеген қақпан құрып ұстаған болатынмын. Одан кейін сонда жүретін жолы жерге қақпан құрып қойдым. Так, нелерін шығып осы жақта жүр. Одан кейін мына тауығым көп болды. Бұған бір енді бұйырса 3-4 күнде
неміз 2 күнде шығарады, Алла қаласа. 11 жұмыртқамен жатыр. Бүкіл тауық міне жақын арада шығарады. Мысық кірді деп өз басым мүлдем ойламаймын. Өйткені мысық кірсе енесімен жеп кетуі мүмкін. Енесі қорғанғанда енесін ұстап. Мына терезеден кірмесе, терезе өстіп ашық тұрған. Криса болуы мүмкін. Өйткені ана крисаны өлтіргеннен кейін айтпақшы, мысық өлтіретін болса жүнді шашып жататын еді балапан. Енесінде нетке түседі, өлтіріп. Жүнде шашылып быт болып жатып еді. Мен кірсем тауық өзі жалғыз тұр. Балапандар әдемі жоқ. Тауық қоқылдап тұр. Осы тауықтар туып жатыр. Негізі алдында күнінде 3, кейде вообще аламай қалдым. Сөйтсем далаға туып кетті, бүткіл тауық. Мына жақтағы ауалардан тудым көресің, көрмей біраздан болып кетті. 11 жұмыртқа тауып алдым. Шөптің арасына кіріп жүргендерін көрдім. Үй жаққа туып жүрді. Сонымен қамадым, қамағанда көбейді жұмыртқалар. Сонымен қамап нетіп сөйттім. Осы қораға туып жүрді. Тумапты, осы жерге туып жүретін болды. Так, şimdi bir Göçinski tavuğum mınандай болып қалды. Кіші, айт кіші. Әділер тауықты кіргізіп жіберсең. Балапан тауық мынау жұмыртқа күндеген. Бұл күзде туған тауық па? Кіші. Қойлар шыға жүру керек. Кіші, айт. Өстіп есікті байлап жүрім, әйтпесе есікті ашып кетеді. Сәлитерші тауықтар үйреніп алады уже. Есікті жерді ашқанын. Жаңалықтар осы. Бүгін бесі. Енді бұл видеоны түнде салам, енді 6-сы көресіздер. Не осы ағайын. Тауықтар, тауық қора.